Саламатсыңдар. Бүгін біздер химиялық формулалар бойынша есептеулердің келесі түрімен танысамыз. Ол зат құрамындағы элементтің белгілі массасы бойынша күрделі заттың массасын табу. Мынада есеп берілген. Массасы 32 грамм оттек болатын ортофосфор қышқылының массасын есептеңіз. Бұл ортофосфор қышқылының формуласы. Біз ортофосфор қышқылының молекуласы мен оның құрамындағы оттектің 4 атом арасында мынандай бағдарша қойдық. Ол нені білдіреді екен? Бұны біз қатынас дейміз. Бірақ қатынастың ерекше түрі, оны біз стихиометриялық қатынас деп атаймыз. Стихиометрик деген сөз грек тілінен аударған кезде стихио құрамдас бөлік, метрио өлшем деген мағынаны білдіреді. Сонымен стихиометриялық қатынас дегеніміз заттың құрамындағы атомдардың арасындағы сандық қатынасты көрсететін қатынас. Ал осы қатынасты қарастыратын химияның бөлімін біз стихиометрия деп атаймыз. Қосымша кесте құрайық. Бұл кестеде көріп тұрсыңдар шамалар. Ол негізгі химияның шамасы зат мөлшері деп атаймыз. Оның өлшем бірлігі моль. Бұл физикалық шама. Малярлық масса М. Шатастырмаңдар салыстырмалы молекулалық массамен. Салыстырмалы молекулалық массасы МР деген әріпімен белгіленеді. Ол өлшемсіз шама. Ал малярлық масса оның өлшем бірлігі бар грамм-моль. Физикадан таныс сендерге шама ол масса. Өлшем бірлігі грамм. Толтырамыз кестені. Зат мөлшері 1 моль. Бұл ортофосфор қышқылының 1 молі деп белгілейміз оны. Ол нені білдіріп тұр? Ортофосфор қышқылының молекуласын көріп тұрсыңдар. Мұнда 1 молекула көрсетілген, немесе біз оны 1 моль деп жазамыз. Оның құрамында оттектің 4 молі бар екен. Малярлық массасын есептегенде, малярлық массаның мәні салыстырмалы молекулалық массасына тең болады. Алдыңғы видеоларда біз салыстырмалы молекулалық массаны қалай есептеу керек екенін таныстық. Ортофосфор қышқылының малярлық масса 98 грамм-моль. Оттектің малярлық массын табу үшін біз оның салыстырмалы молекулалық атомдық массасын еске түсіреміз. Оттектің салыстырмалы атомдық массасы 16-ға тең. Бірақ малярлық массаның өлшем бірлігі болады 16 грамм-моль. Енді массаны табу үшін біздер мына формуламен пайдаланамыз. Масса тең ню көбейтілген малярлық масса. Өлшем бірліктерін қояйық. Зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль, малярлық массаның өлшем бірлігі грамм-моль. Моль мен моль қысқарып, массаның өлшем бірлігі шығып тұр грамм. Сонымен біздер 1-98-ге көбейтіп 98 грамм ортофосфор қышқылының массасын таптық. Тап осылай біз оттектің де массасын есептей аламыз. Ол үшін 4 мольді 16 грамм-мольға көбейтеміз. Сол кезде 64 грамм шығады екен. Енді стихиометриялық қатынас арқылы ортофосфор қышқылы мен оттектің арасындағы массалық қатынасты пайдаланып пропорция құрамыз. 64 грамм оттек 98 грамм ортофосфор қышқылының құрамына кіреді екен. Есепте 32 грамм оттек ол ортофосфор қышқылының қандай массасында болады екен. Ол үшін біздер мұны пропорция құрып X табамыз. X-іміз 49-ға тең болады. Сонымен жауабы 49 грамм ортофосфор қышқылының құрамында 32 грамм оттек бар екен. Келесі есепті қарап көрейік. Массасы 36 грамм көміртек болатын кофеиннің массасын есептеңіз. Кофеин деген сөз, балар, ол зат кофеин, ол шайдың құрамына кіреді. Химиялық формула кофеиннің молекуласы C8H10N4O2. Стихиометриялық қатынас құрамыз. Кофеин молекуласының құрамында көміртектің 8 атомы бар екен.
кестені пайдаланып толтырамыз. Кофеиннің зат мөлшері 1 моль, көміртек атомдары 8 моль. Кофеиннің молярлық массасы есептейміз. Ол үшін әр элементтің атом санын сол элементтің салыстырмалы атомдық массаларына көбейтіп, көбейтілерді қосамыз. 8-ді көбейтеміз 12-ге, 10-ды көбейтеміз 1-ге, 4-ті көбейтеміз 14-ге, 2-ні көбейтеміз 16-ға. Мында шығады бізде 96, мында бізде 10, 56 және 32. 194 деген сан шығады, бірақ өлшем бірлігі грамм моль. Оны біз мына жерге көшіреміз. 194 өлшем бірлігі мына жерде шығарылған грамм моль. Ал көміртектің молярлық массасы оның салыстырмалы атомдық массасына тең екен, бірақ өлшем бірлігі грамм моль. Оны да кестеге жазамыз. Массаны табу үшін 1 мольді көбейтеміз 194-ге. 194 грамм шығады. Көміртектің 8 мольның массаны табу үшін 8-ді 12-ге көбейтеміз. 96 грамм шығады. Енді стихиометриялық қатынас арқылы кофеин молекуласы мен көміртектің массалық қатынастарын пайдаланып пропорция құрамыз. 96 грамм көміртек 194 грамм кофеиннің құрамына кіреді екен. Ал 36 грамм көміртек болу үшін кофеиннің қандай массасы болу керек? Ол үшін біз 36 граммды 194 граммға көбейтеміз де 96 граммға бөлеміз. Нәтижесінде 72,75 грамм шығады екен. Сонымен кофеиннің массасы 72,75 грамм. Оның құрамында 36 грамм көміртек бар екен. Сонымен балалар, бүгін біздер зат құрамындағы белгілі элементтің массасы бойынша күрделі заттың массасын есептедік.